бір ауылда ерлі-зайыптылар үйлерінің сыртында отырған үш қарияны көреді. Олар кетпей ұзақ уақыт отырғанын байқаған әйелі сыртқа шығып, біз сіздерді танымаймыз, бірақ сіздер ұзақ отырсыздар, қарындарыңыз ашып қалған шығар. Күйеуім екеуміз баршаңызды үйімізге шақырамыз. Ішке кіріп дәмнен ауыз тиіңіздер дейді. Бірақ олар біз үшеуміз бірге үйге кіре алмаймыз дейді. Не үшін деп себебін сұрағанда, қарттардың бірі, мына қарияның аты Байлық. Егер ол үйіңізге кірсе, сіздің үйіңіз әрқашан байлыққа толы болады. Ал екінші қарияның аты Жетістік. Егер ол сіздермен бірге жүрсе, сіз кез келген бастаған ісіңізде әрқашан табысты боласыз. Ал мен Махаббатпын. Егер мен сіздермен бірге барсам, үйлеріңіз әрқашан махаббатқа толы болады. Содан кейін ол оған күйеуімен ақылдасып қайсымызды кіргізетіндіктеріңізді шешіңіздер дейді. Мұны естіген күйеуі қатты қуанып, Байлықты үйімізге шақырайық десе, әйелі неге сәттілікті шақырмаймыз деп бір шешімге келе алмайды. Біраз сөйлескеннен кейін әйелі қарияларға қайта келіп, қайсыларыңыз махаббатсыздар, кіріңіз, қонағымыз болыңыз дейді. Махаббат орнынан тұрып үйге қарай жүре бастаған еді. Қалған екеуі де орнынан тұрып, оның соңынан ереді. Сонда әйел бірге кіре алмаймыз деп едіңіздер, бұл қалай болғаны дейді. Қарт, егер сіздер Байлықты немесе сәттілікті шақырғанда қалған екеуі сыртта қалар еді. Бірақ сіздер махаббатты таңдадыңыздар, сондықтан біз бірге жүреміз дейді. Өмірде де дәл солай, шын махаббат бар жерде байлық пен табыстың қарасы алыс емес.